Сәлеметсіздер ме, әріптестер? Аттестациядан, педагогикадан келетін тест сұрақтарының екінші вариантын назарларыңызға ұсынғалы отырмын. Бірінші сұрақ: сабақты қорытындылауға және шешімді шығаруға неғұрлым пәрменді әрекет ретінде не болады? Бұл кезде мұғалім мәтінге байланысты өз көзқарасын білдіреді, сонымен қатар оқушының түрткі ойын атайды. Екінші сұрақ: мұғалімге тақырып бойынша алған білімін бағалап, оқылатын тақырыпқа деген қызығушылығын ояту қажет. Мұғалім сол үшін нені ұсынады немесе ұсынбайды? Жаңа тақырып бойынша өз бетінше оқуды ұсынады. Келесі үшінші сұрақ: келесі тұжырымдамалардың қайсысы жалпы сыныптық жұмысқа жатады? Тапсырмалар мен сұрақтарды, мүмкіндіктерді ескере даярлау. Төртінші сұрақ: бағалаудың барлық түрлерінің жалпы сипаттамасы, бақылау, талдап түсіндіру, қорытынды. Бесінші сұрақ: мұғалім оқушыларды табысты оқыту үшін әдіс тәсілдерді түрлендіре білуі жеткілікті ме? Мұғалім оқушының тақырып мәнін өз бетінше меңгеруін түсінуі мен бағалай алуы табысты оқыту болып саналады. Алтыншы сұрақ: емтиханды тапсыруда дамуға не кері әсерін тигізеді? Ұқсас тест пен ұқсас сұрақтар жаттығуларын көрсету. Жетінші сұрақ: рубрика негізінде мұғалім өзара бағалауды неге ұсынады? Аталған мүмкіндіктердің барлығынан басқа. Бағалауда мұғалімге көмектесу үшін ұсынады. Сегізінші сұрақ: оқушылар эссе жазу нәтижесінде мақсат қаражатты ақтайды және прогресс үшін соғыс қажет деген теріс қорытындыға келді. Жағдайдың өзгермеуіне не әсер етеді? Оқушы өз пікірінде қалу құқығы бар. Тоғызыншы сұрақ: ашық сабақты талдау кезінде сізге оқушылардың тілдік стиліне назар аударта отырып, ауызша тілін дамыту бойынша ұсыныс алдыңыз. Қай әдіс ұсынысты шешуге көмектесе алмайды? Ата-аналарға кітапты үйде оқуға орта мен жағдай жасауды ұсынады. Оныншы сұрақ: күтілетін нәтижелер түрінде көрсетіледі. Оқушы міндеттерінің жүйелері. 11-ші сұрақ: оқу процесінің тиімділігі мұғалімге оқушыларға жұмыс барысында сұрақ қоя отырып, егжей-тегжейіне дейін айтуды жасауға болмайды. 12-ші сұрақ: топтық жұмыс, элементтерді бөліп көрсетіңіз және мұғалім оқушылардың қате жіберуден қорықпайтын, тәуекел қабылдау мәдениетін мадақтайды. Мұғалім критерийге байланған оқушы жұмысы туралы пікір білдіреді. Мұғалім жеке және оқушылар тобымен әрекеттеседі, өйткені білім сапасын көтеру керек. 13-ші сұрақ: ұзақ мерзімді жоспар ең алдымен күнтізбелік тақырыптық жоспарды дайындау үшін негіз болып табылады. 14-ші сұрақ: оқуды дербестендіру және даралау қажеттілігін қалай шешуге болады? Педагогикаға өзгеріс енгізіп, жаңаша оқыту тәжірибесін игеру арқылы. 15-ші сұрақ: алдыңғы жұмыстар портфолиясын бағалау үшін оқушылар үнемі сақтап қоюға болады. 16-ші сұрақ: жаңаша оқыту үдерісін мектепке кіргізуде сіздің жасайтын жұмыстарыңыз. Көшбасшы қандай болу керек деген сұрақ төңірегінде ойлану. 17-ші сұрақ: өздеріне деген сенімін өзін бағалау үшін әңгімені оқу және талдау қажет. 18-ші сұрақ: мұғалім өз ойларын жазбаша түрде мазмұндауды тапсырды. Тапсырманы талапқа сай орындау үшін ескермеді. Мәтінді дауыстап оқуды талап етуді.
19-шы сұрақ. Мұғалім оқушыларға мәтінді топта талқылауды ұсынды. Оқушылар топта дұрыс жұмыс жасау үшін ескермеді. Топ оқушыларының санын көбейтуді. Осы екі нұсқа бір-біріне ұқсас. 20-шы сұрақ. Сабақтан кейін мұғалім өтілген сабаққа шолуды жасауды сұрады. Мұғалім талабындағы дұрыс емес жауапты таңда. Келесі сабақ тақырыбын талдау. Назарларыңызға рахмет. Ертең келесі нұсқасын шығарамын. Сол үшін каналға тіркеліп, лайк басып, маған қолдау білдіріп кетіңіздер.